Екі бала қайда? Берекеттеріңді алдың ба? Кел. Мына атасы әжесінікі. Өзіңізден алмайды копия. Есіңіз кім бар? Райымбек кімге тартқан? Мамасына тартқан ба? Үлкені папасына тартқан да? Бетек 50% мамасы, 50% әкесі, 100% махаббат текші. Бұл тарихи би болсын, ұлы мен әкесінің биі болсыншы. Қос! Ұлы мен әкесінің биі. Міне, ұқсамасан тумағы дейді. Үшеуі де билерімет көрдіңдер ма? Құтты баштарыңыз болсын, келіңіздер. Күйеу алдар қайда, тоқты? Екеуін барай беріңдер, күйеу алдар келдіңдер. Күйеу алдар. Күйеу алдар. Олар сындырады дейді. Оларды зато сіздің қыздарыңыз сындырады ғой. Не ғой? Мен бана байқағаным осы күйеу алдарға риза болдым. Ана сіздің сол жақтарыңыз сияқты билеп жүр ортада кәдімгідей. Қосшы музыкада. Күйеу алдар! Көп сөйлемейтіні мұнау, шаруасы мұнау, сұқиды осы екеуі сияқты ғой. Қалзыққа, түсінбедім. Сұқиды анау аны. Сұқиды анау дейді. Мұна қандай бажасы? Ол да сұқиды. Жаным бажалар. Бір үйдің қыздар ғой, кустары бірдей екен, қолшау деп қойыңыздар. Ордаға келді, бажалар молодцы. Қалай, күйеуіңізге ризасыз ба? Ризамын ғой. Конечно. Мамау, келіңіз апа. Келіндер қайда? Қыздар кетті ғой енді. Келіндер қайда? Келіндер, кел. Екі келін ғой да. Келін енен топырағынан жаратылады дейді ғой. Ризасыз ба? Ризамын. Неше жыл болды түскен? 20-дан асты ғой, 25 санат жүргіз. Ау? 25. 8 жыл болды. 8 жыл болды. Жас қой әлі. Ризасыз ба келіндеріңізге? Ризамын. Қайсысы жақын? Екеуі де жақын. Вот міне. Өнегелі сөз. Бөлім жарық болмайды ғой. Келін мен ененің биі. Бұл тарихи би болсыншы. Қос! Осы үйдің қызы сияқты болып кеткен бұлай шыққан. Мұна келін 8 жыл ғой, жан-жағына қарап қойып дейді. Құтты баштар, так келіндер, бара қойыңыздар, қыздар келіндер. Ішіндегі арайы мала десе. Келіндер. Анасы мен қыздардың дейі. Дұрыс қыз бала тегіш дейді ғой. Розы болып түйініп алған өздері де. Молодцы. Так, тұңғышыңызға брат қой. Екіншісі қайсысы? Қыз ба екіншісі? Үшіншісі. Танисыз ба жалпы? Сосын қайсысы? Арай ма? Арай. Ерекшесі Арай ау деймін да. Арай дейін, өзіңізге де ой алып. Арай дейін келгеннен кейін байып кеткен сияқтысыздар сіздер жатыр. Анасы мен қыздарының биі. Қос! Давай! Бөліп жаратын бәрі ешкім жоқ, бәрі күшті. Бірақ группада апа, представляете, басқа томарын жалдап қойған ғой бұлар деген. Ужас па? Ужас қой. Сол кезде Арай айтқан екен үйді ұсталады деп. Мақтыңыз ба? Қуандым. Қуандыңыз ба? Қырдан баласы. Жан апа, аман жүріңіз. Жан. Төлемексіз ба не? Ой, жезуға! Бана айтпайсың.
Мен аға деп жүрмін мұны келем. Мен аға деймін, жесем екен оказывается. Конечно. Мама жесем екен ғой мен. Келка, екеуміз билейміз, жүгірдім мен сен. Ау, Билемеймін. кіммен билейсің сен? Әңгіме жоғым. Жезем қайшы күнге шарт қайты салып алған, не өтмедің деген? Күт тұрмын енді. Алдамай ойлаймыз ау. Бұға қарай. Не істейік? Мә, жезем екен бана айтпайсың, апашқа. Басынан бастап шыңғырып билетеді дедім ғой мен. Қайттан бастаймыз тойды. Езір ба? Көп уақыттарыңызды алмаймын. Қадірлі қонақтар, бәріңізге бүгін тәтеміздің 70 жасына қош келіп жатсыздар. Жақсы айтылған тілектерге қосыламыз. Мен енді мына қыз күйеулері, тәтемнің келін балалары шығып тұрғасын, бір-екі ауыз сөз айтайын деп. Тәтем өте керемет жан, қарапайым, кішіпейіл, үлкенді де, кішіні де, құрдасты да бәрін бірдей көріп сөйлеседі. Өздеріңіз білетін боласыздар, адамгершілігі мол. Сондай біздің үлкен қайнағамыз, бәріміз сыйлаймыз, келіндерді жақсы көреміз, әкеміз де көреміз. Енді мына жерде бір-екі ауыз сөз айтқым келіп тұрғаны, бұл кісінің жүрегі жомарт жан. Себебі мен ағасының келінімін. Осы өзінің туған ағасына, өзінің кіндігінен шыққан қызын 5 жасында берді. Яғни 3 ұл болғаннан кейін менің жолдасым 3 ағайынды сосын қыз ерсін деп, қыз болсын деп, өзінің қызын бергенді. Бибігүл, жаңа Айман апым шатысып тұрғаны сол ғой, бірінші қыз, екінші қыз дегенде, мына екінші қызы Бибігүл ма? біздің тәрбиемізде болған. Сондықтан мен жаңа жолдасыма